Баршаңызға сәлем достар. Бүгін карамельная девочка тортын жасайтын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қаймамызға қант ұнтағын, жұмыртқаның сарымызды қосып, миксермен араластырып аламыз. Одан кейін содамызға 9% көксімізді құйып алып араластырып аламыз. Содан кейін ерітілген сары майымызды құйып бір араластырып аламыз. Одан соң уксусымызды құйып бір араластырып аламыз. Енді ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Одан соң қамырымызды 6 немесе 7 бөлікке бөліп, 22 диаметрлік формамен кесіп аламыз. 180 градуста 5-7 минуттан пісіріп аламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Сливкимізді миксерлейміз. Кішкене қоюланған кезде қантымызды салып, тағы бір миксерлейміз. Яғни қою масса болуы керек. Достар, енді мына миксерлеген кезде ыдысымызда, миксеріміздің венчиктары да құп-құрғақ, тап-таза болу қажет. Әйтпесе сұйық масса болуы мүмкін. Сүзбемізге қаймақ қосып миксерлейміз. Одан кейін бір банка сгущенкамызды қосып араластырып аламыз. Мен қосқан жоқпын, сіздер қосыңыздар. Одан соң сливкимізді, жаңағы сливкидағы массамыз қосып, бір араластырып аламыз. Креміміз дайын. Енді карамельдің орнына мен сгущенка қолдандым, вареная. Кішкене сүт қосып, бір миксерлеп аламыз. Араластырып, сонда кішкене сәл ғана сұйық масса болады. Енді тортымызды жинай бастаймыз. Крем, сгущенка ретінде жағып отырамыз. Сөйтіп тортымызды жинаймыз. Ал достар, тортымыз осындай болып шығады. Әсемдеуіңіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша мен апельсинді духовкада кептіріп, бетін әрледім. Құлпынай немесе басқа да жемістерді қойсаңыз болады. Маған жазылып қоюыңызды ұмытпаңыздар.